Бау өндірісі көпшілік үшін елеусіз кәсіп сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның ерекше табысқа кенелтетін шаруаның бірі екенін уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Дегенмен, таңсық кәсіпке екінен бірі тәуекел етіп табан тірей бермейді. Кәсіптің табиғатын түсіну де маңызды. Қазақстан әлемдегі ең ірі бау өндірушілердің бірі болып табылады. Қазақстан бау өндіруден әлемде Қытайдан кейін екінші орында тұр. 2020 жылы 24 мың тоннадан астам бау өндірілді. Қазір елімізде жылына 15 мың тонна жуық бау өндіретін 600 мыңнан астам бау арасы жұмыс істейді. Қазақстанда бау өндірудің негізгі бағыттары оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Қарағанды, батыс Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстары болып табылады. Шығыс Қазақстанда баудың 70% өндіріледі. Оның себебі Қазақстанда омарта шаруашылығы 1780 жылы басталды. Алғашқы Башқұртстан әкелінген аралар Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының маңына орналастырылды. Қазақстанда баудың көптеген түрлері шығарылады. Соның ішінде акация, линден, күнбағыс, қарақұмық, қараған, кориандр, алтай және тағы басқасы. Қазақстан бауы ішкі нарықта да, халықаралық нарықта да жоғары сұранысқа ие. Ресей, Қытай, Жапония, Германия, ақш тағы басқа елдерге экспортталынады. Қазақстан үкіметі елімізге омарта шаруашылығын дамыту қолдау көрсетіп, малдың сапасын жақсарту және оның өндіруге жағдай жасау шараларын қабылдауда. Басқа азық-түлік өнімдерінен айырмашылығы бау аралары өсімдік гүлдерінен бау шырындарын жинау арқылы алынған өнім болып табылады. Сондықтан өндіріс желісін қажет етпейді. Дегенмен бауды өңдеу және оның әртүрлі формаларын өндіру үшін арнайы кәсіпорындар бар. Қазақстан бау өңдеу мен өндірудің айналысатын бірнеше зауыттар мен фабрикалар бар. Кейбіреулері алтын арқа, Қазақстандағы бау және ара өнімдерін өндіруге мамандалған ірі кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорынның өз омарталары мен өнім сапасын бақылау зертханасы бар. Казмедпродукт бау, ара өнімдері және ара өнімдерін негізіндегі дәрі-дәрмек шығаратын компания. Компания Алматы қаласында орналасқан және оның омарта зауыттары бар. Әлем Нұр бау және басқа да ара өнімдерін өндіруші Шымкент қаласында орналасқан. Кәсіпорында бауды өңдейтін және дайын өнімді орау үшін заманауи қондырғылар қолданылады. Астана Ханы 2011 жылы құрылған табиғи бау өндіруге мамандалған компания. Кәсіпорын Астана қаласында орналасқан және өзінің омарта зауыттары мен зертханалары бар. Бұл кәсіпорындардың барлығы бау және басқа да ара өнімдерін өндіруші болып табылады және өнімді өңдеу және буып тұру үшін заманауи қондырғыларды пайдаланады. Дегенмен, Қазақстандағы баудың басым бөлігі шағын омарталарда өндіріледі. Жергілікті жерде өңделіп және оның табиғи қасиеттері мен сапасын сақтау септігін тигізетінін айта кеткен жөн. Қазақстанда бау өндірісіне инвестиция салуда экономикалық дамудың маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Жергілікті және шетелдік инвесторлар Қазақстандағы ара шаруашылығы мен бау өндірісіне инвестиция салуға қызығушылық танытуда. Мысалы, 2019 жылы Қытайлық Хинжан Тайму Продукт оңтүстік Қазақстан облысындағы бау өңдеу зауытының құрылысына инвестиция салу ниеті туралы хабарлады. Жобаның құны шамамен 70 миллион ақша долларын құраса, зауыттың жылдық өндірістік қуаты 10 мың тоннаға дейін бау шығарады. Сондай-ақ 2019 жылы қазақстандық алтын арқа компаниясы Алматы облысы бау өндірісін кеңейту үшін 1 миллион ақша доллары көлемінде инвестиция алды. Кәсіпорын жаңа құрал-жабдықтар сатып алып, бау арасының санын көбейтуді жоспарлап отыр. Қазақстан үкіметі ара шаруашылығы мен бау өндірісіне белсенді түрде инвестиция тартуда. Ол үшін инфрақұрылымды дамытуға және омарташыларды оқытуға қаражат бөлуді көздейтін омарта шаруашылығын қолдау бағдарламасын құрылды.